Баршаңызға сәлем достар, және де мен Гүлжан сіздермен бірге бүгін балаларыңыз бір отырғанда ана шаймен барлығын жеп қоятын булочка нан пісіретін боламыз. Ыдысымызға 400 мл жылы сүтімізді құйып алып, үстінен дрожжымызды салып, 6-7 ас қасықпенен ұн салып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын бетін жауып 15-20 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. 20 минутта осылай көбіктеніп, ашып шыға келеді. Масалығымыз үстінен шекерімізді салып, масалықтардың барлығын грамдары описание бөлімде жазылған, сол жерден көріп алуларыңызға болады. Үстінен бір жұмыртқаны салып, оны да араластырып жібереміз. Шай қасықпен бір қасық тұзымызды саламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, әр қарай ұнымызды салып, қамырымызды жақсылап илеуді бастаймыз. Қамырымызға ұнымызды салып, әлі сұйық жұмсақ күйінде бір ас қасық 9% уксусты салып құйып жібереміз де араластырып, әр қарай қамырымызды илеп бастаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай, қамырымызды жұмсақ қылып илеп алып, жылы жерге бетін жауып қойып қоямыз. 2 сағатқа қамыр ашу керек. Ашыған қамырымызды аламыз. Қараңыздар, қандай әдемі ашыды. Өте күшті көтерілді. Ашыған қамырымызды 2 бөлікке бірдей етіп бөліп аламыз. Бір бөлігін қойып қоямыз да, екінші бөліктің өзін бірдей етіп 3-ке бөліп аламыз тағы да. Бөліктерімізді осылай қолымызбенен сопақша етіп соза бастаймыз. 30-35 сантиметр көлемінде. Видеода көріп тұрғаныңыздай, созылған қамырларымызды бас жағын осылай бір-біріне біріктіріп жабыстырып қоямыз дағыны, әр қарай өретін боламыз. Осылай бір келке етіп өріп, екі ұшын білдірмей астына қарай жіберіп, листке пергамент қағасын қойып, орналастырып қоямыз. Сосын екінші бөлігімізді де дәл осылай 3-ке бөліп алып, ұзын-ұзын сопақша етіп созып шығамыз. Листке орналасқан қамырымызға жұмыртқаның сарысына 1 қасық сүт құйып жіберіп, жақсылап барлық жеріне тигізіп шығамыз, және үстінен осылай мак сеуіп қойсаңыз, әдемі вид беретін болады. Күнжіт сепсеңіз де болады, өзіңіздің қалауыңыз. Осылай сәндеп болғасын, духовкада 25-20 минут 180 градуста жақсылап пісіріп аламыз. Достар, арнаға тіркеліп, лайк, комментариймен қолдап отырыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен дәмді рецепттермен тағы да бөлісетін боламын. Достар, міне менің пісіп шыққан булочка наным. Қараңыздар, өте әдемі, дәмді, балалар бір отырғанда барлығын жеп қойды. Міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Ас болсын!